Әулие деген ол не? Алланың ең сүйікті құлдары. Тақуалықтың шыңына жеткен адамдарды әулие дейді қазақта, иә. Араб тілінде уали деп атады. Араб тілінде сол уалидің көпшесі әулия болады. Көпше түрін қазақтар алған, әулие дейді. Әулие деген сөз қайдан келген? Тағы исламнан. Бізде де қазақ жерінде көптеген әулиелер болған. Оны білсеңіздер, оқысаңыздар, интернетте, кітаптарда толып тұр. Әрбір қазақтың әр жағын зерттеп келсең, шежірені зерттеп келсең, көбісі ғалым, молда, сопы болған. Мейрам сопы, ақ сопы, кенже сопы, ақ сопы. Менің өзім ата-бабаларым Мейрам сопы болған. Менің атам Мейрам сопы болған. Сопы деген не? Әулиелер ол. Алланың несіне жеткен? Тақуалықта жүректі соншалықты тазалаған, дүниені тәрк еткен адамды сопы деп. Сопы емеспіз. Біз сопыларды бірақ не істейміз? Құрметтейміз. Дұрыс сопыларды айтып қойайын тағы. Адасқан сопылар бар қазір. Адасып жүрген, өзін Құдай деп жүрген, басқа. Жоқ, ондай сопылар емес. Кәдімгідей Қожа Ахмет Яссауи сияқты, Анет Баба сияқты, Машһүр Жүсіп сияқты біздің ата-бабаларымыз сол сопылық жолын ұстанған.